бүгін сіздермен өттегі полиптер туралы айтатын боламын. Ол өттің іркілуіне алып келуі мүмкін, ал өттің ұзақ уақыт бойы іркілуі тастың пайда болуына алып келеді. Полип ауырсынуды тудырмайды. Көбінесе өттегі іркілісті полиппен шатастырады. Бисмиллах, армысыздар, құрметті оқырмандар. Мен доктор Айда Мұхтарова. Бүгін сіздермен өте қызықты және актуалды тақырып өттегі полиптер туралы айтатын боламын. Өттегі полип ешқандай ауырсыну синдромын тудырмайды. Ол қатерсіз өсінді болып табылады. Ол өттің іркілуіне алып келуі мүмкін, өйткені ол механикалық кедергі жасайды. Ал өттің ұзақ уақыт бойы іркілуі тастың пайда болуына алып келеді. Полип, тағы да қайталап айтам, ол ауырсынуды тудырмайды. Яғни полип бар кезде адамда ауырсыну сезімі болмауы керек. Көбінесе өттегі іркілісті полиппен шатастырады. Өтте сгустық па, әлде полип па, оны қалай ажыратамыз? Негізгі өт сұйықтығы сұйық болу керек, как зәр сияқты болу керек, иә? Бірақ қандай да бір себептермен, мысалы гормондар пайдаланатын болса, адамдар немесе тұқым қуалаушылық болатын болса, немесе дұрыс тамақтанбайтын болса, және де қандай да бір дұрыс сіңбейтін кальций препараттарын қолданатын болса, ондай жағдайда бұлардың әсерінен өттің қоюлануы жүреді. Яғни өттің консистенциясы бойынша как будто батпақ сияқты қоюланып бастайды. Яғни мұндай жағдайда оның өт қабынан шығуы қиындайды, Содан не пайда болады? Өттің қабынан өт сұйықтығы шығуы қиындаған кезде ол өт қабының астына былай айтқанда шөге бастайды, шөге бастаған кезде ол жаңағы өт сұйықтығы ақпайды, ол тұрады және жай кристалл түрінде асатып береді шөгеді, Сосын олар не істейді? Олар бір-бірімен асатып, бір-бірімен домалақтанып, жабыса бастайды. Осы кезде қою өтке кристалдар бір-бірісімен бірігіп, құлпынай сияқты былай отыра бастайды. Сол кезде УЗИмен, датчикпен қараған кезде УЗИстер, ол полип деп ойлап қалуы мүмкін. Өйткені оны, мысалы, сізге жақсылап тыныс алыңыз деп айтады. Егер сіз демалған кезде, тыныс алған кезде ол қозғалмайтын болса, өйткені ол жаңа қоюланған өт, как будто сметаналардың ішінде құлпынай тұрған сияқты болып тұр ғой. Ол демалған кезде қозғалмайды. Сол кезде ол как будто УЗИден жаңағыдай полип сияқты көрініс табады. Егер жаңағы сгустықтардың барлығы қозғалмаса, оны полип дейді және полип диагнозын сізге қойып береді. Енді оны шынымен ол полип па, немесе ол жаңағыдай қоюланған өт па, оны қалай ажыратамыз, Соған тоқталайық. Жалпы сгустық қоюланған өт ол иілгіш болып келеді және өт жиырылған кезде өт қалтасының мойнында как будто пробка сияқты тұрып қалады. Сол кезде, мысалы, өттің қапшығы жиырылған кезде ауырсынуды тудырады. Егер қандайда ауырсыну сезімі сізде болатын болса, ол полип немесе сгустық екенін білмей отырсаңыз, ең алғашқы тактика ол өт айдайтын препараттарды және өтті сұйылтатын препараттарды бірінші ішесіз. Оны ішкеннен кейін сіз өзіңізді қалай сезінесіз, Яғни 5-7 күн аралығында пациентте қандай да бір өзгеріс мүлде болмайтын болса, тек қана жаңағы үлкен дәретте ғана түсінде өзгеріс болатын болса, онда ол полип деген сөз. Ал егер де ол сгустық болатын болса, ол қоюланған өт болатын болса, онда жаңағы өтті айдайтын, өтті сұйылтатын терапиядан кейін пациенттің жағдайы күрт не істейді? Жеңілдей бастайды. Өйткені өт сұйылады, ол протоктан жеңіл өте бастайды, жаңағы сұйылғаннан кейін оның консистенциясы как зәр сияқты сұйық болады және ол протоктан жеңіл өтеді. Және өт қабы жиырылған кезде ол ешқандай ауырсыну тудырмайды. Енді біз протоктан жеңіл өткенін байқасақ, 3-5 күндік терапиядан кейін пациенттің жағдайы жақсарса, значит ол өттегі застойды көрсетеді. Ал егер де сіздің өтіңізде сгустық та емес, өттің қоюлануы да емес, өттегі полип та емес, өттегі тас болатын қайдан білеміз? Егер сіз өт айдайтын
өтті сұйылтатын терапиядан кейін сізде күрт ауырсыну сезімі болатын болса, әсіресе өңештің тұсында, немесе бізде негізі өт қабы оң жақта болады, бірақ тас болған кезде ол сол жаққа ауырсыну беруі мүмкін. Осы сол жақтағы ауырсыну болатын болса, немесе арқа тұсында ауырсыну болатын болса, онда біз сразу пациентті КТ-ға жібереміз. Ол жерде тастың мөлшерін және оның көлемін анықтауымыз керек. Өтте тас па, полип па, әлде оның қоюланған ба, оны анықтайтын екінші жолы, және ол өте арзан жолы, ол арнайы спазмолитикалық препараттарды тағайындаймыз. Мысалы, платифилин және ношпа деген екі инъекционды спазмолитик бар, яғни оны внутрімышечный, яғни жамбасқа саламыз. Оның салу жолдары бар. Мысалы, бірінші біз платифилинді саламыз, одан кейін артынша ешқандай пауза керек емес, артынша сразу ношпаны салуымыз керек. Екі спазмолитикті бірге араластырып бір шприцті салуға болмайды. Екеуін бөлек-бөлек, бірақ реттілігі бірінші платифилин салыну керек, содан кейін ношпа салыну керек. Осы спазмолитиктерді салғаннан кейін күтеміз. Яғни примерно 20 минут пен 40 минут арасында күтеміз. Егер де сізде сгустық болатын болса, онда уколдан кейін ауырсыну сразу қойылады және ол одан кейін сізді беспокоить етпейтін болады. Ал егер де сізде тас болатын болса, онда ауырсыну қатты кете қоймайды сізде, яғни дискомфорт сақталады, бірақ кішкене самочувствие жақсару мүмкін, но дискомфорт все-таки ол жерде болады. Сондықтан мұндай жағдайда сізде тас бар екеніне толық көзіміз жетеді. Сондықтан егер сізде УЗИст өтте полип деген диагноз қойса, сіз өз бетіңізбен, например, өт айдайтын терапия жасайтын болсаңыз, аяқ астынан сізде приступ ұстап қалатын болса, онда осы методты қолданып, сізде точно ол тас па, әлде полип па, немесе сізде сгустық па, осыны анықтап алғаныңыз дұрыс. Егер сіздерге бұл ақпарат қызықты болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Және де сіздерде қандайда бір шағымдар болатын болса, немесе өт жолдарына байланысты аурулар болатын болса, және оның шешімін таппай жүрген болсаңыздар, міндетті түрде біздің каналымызға тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі жақсы күндерде жолыққанша.